Котлеттерімізді майға қуырмай осындай ерекше әдіспен духовкаға пісіріп көріңіздер. Үстінде пюресімен бірге болады. Түскі және кешкі асымызға керемет идея, және де котлеттеріміз өте сулы, әрі өте дәмді болып шығады. Бірге дайындап көрейік. Ең алдымен осылай фаршымызға блендерден немесе кубик етіп туралған пиязымызды саламыз. Тұз, жұмыртқа, дәмдеуіштер және де ұн саламыз. Сухари салсаңыздар да болады. Мен сухариді ұнатпағандықтан салмадым. Барлығын қолымыздың көмегімен араластырамыз. Котлеттерімізді салатын ыдыстың астын майлаймыз. Алақанымызға кішкене ғана су май жағып, әдемі формасын жасайтын боламыз. Осы тұрған еттен менің 8 котлет шығады. Кішкене ортаңғы жағын басып қоямыз. Барлығын осылай формасын жасап шығатын боламыз. Духовкамызды алдын ала 190 градусқа қосып, қыздырып қойып, осы жасап қойған котлеттерімізді 20 минут пісіретін боламыз. Котлет дайын болғанға дейін картоп пюремізді дайындайтын боламыз. Осылай суда қайнатып алып, дәміне қарай тұз және сүт құйып, жақсылап барлығын езіп алатын боламыз. Картоп пюресін дайындап болғаннан кейін біздің котлеттерімізді жартылай пісіп болады. Духовкамыздан алып, қолымызды азғана маймен майлап, картопне пюремізде дәл котлет сияқты формасын жасап, котлеттің үстіңгі бөлігіне қоямыз. Кішкене үстінен басамыз, әдемілеп осылай барлығына қойып шығамыз. Енді үстінен құятын соус дайындаймыз. 200 мл суға 2 ас қасық томат, азғана тұз салып, араластырып, котлеттеріміздің үстінен құямыз. Сыр жақсы көрем дейтін жандар үстінен осындай етіп сыр салсаңыздар да болады, немесе салмасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызбен. Барлығын салып болғаннан кейін 190 градусқа 25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей бізде тағамымыз дайын. Неше түрлі гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Мен бүгін күрішпен ұсындым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі тойымды тағам. Рецепт ұнап жатса парақшама өтіп, неше түрлі ерекше және дәмді дайындалатын тағамдар рецептері бар. Сіздермен болған Айкерім Бақытқызы. Ұнаса лайк басып, комментарияға ойларыңызды бөлісе кетіңіздер.